жеріміздің азаттығы мен тәуелсіздігі үшін жаны қиған боздақтарымызбен барша қазақстандықтарды келіп жеткен 9 мамыр жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлері, сіздердің ала күндегі адал жұмыстарыңызға басымыз дейіп алғысымызды айта отырып, өзіміздің өлең шумақтарымызды арнасақ деймін. Міне менің алдымда жатыр еділ, ер орыстың ежелден бесігі бұл. Рухындай әруақты ата-бабалардың ойшыл бұлттар аспанда шомылып жүр. Саратов, Тамбов, Москва байтахилім. Киінген қызыл әскер сыр шинелін. Қайна баққан болаттай кеределер қорғасынға тиіп ап кетті зілін. Жаусырқия тобыры жендеттердің ажал досы ырысығы өткен жердің. Оның қанды қолынан, қанжарынан, о бауырым асқырғын болды деркім. Апат боп өліктерді басып тапап, қасқыр боп, өрт боп дұшпан келді қаптап, атаға да, балаға да сайлап бұғау, жыландай жанды жерден болды шақпақ. Күндер дауысы дауыл болып, ғасырларды оятып өтті соғып, Альпы тауын беткестап саңқ-саңқ етіп, шықты ұшып қарт бүркіт ер Суворов.